Қырық сұрақ, бүгін бізде қонақта Йылдос. неше тойың отказ болды? Дәл қазіргі сәтте карантинде жатырмыз. Бичуем былайша айтқан кезде үйде жатырмыз ғой. Не тойың жоқ, не басқаң жоқ, просто отырсың тупо 4 стенаға қарап. Уже қачесенькі. Я не вайнер! Я не вайнер! Я не блогер! Түсіп қалайшы десең. Достар, баршаға сәлем. Бастап кетті. Қырық сұрақ, бүгін бізде қонақта Йылдос. Елдос Колобок. Бүгін күн қалай басталды? Күн тәртібін айтып берші, жалпы. Қалай басталады? Күн тәртібі бүгінгі или жалпы? Жалпы. Жалпы карантинге дейінгі әңгімені айтайын ба? Иә. Карантинге дейін аварийный едім, менгі әртүрлі. Басқа жаққа ұшып кету керек болса, то таңғы 5-те ұйықтаймын, то таңғы 6-та ұйықтаймын, немесе наоборот түсте ұйықтаймын. Таңертең ұйықтамай. Түнде ел қатарлы ұйықтаған емеспін. 11-де, 12-де ұйықтайды ғой, олай ұйықтаған емеспін. Себебі в основном мен тойдамын. Сыйлы, өнерлі, талантты Әсет ағамызға бір қол соқпайыңыздар бетташқан. Тойдан кейін үйге келіп, пока тойдан шашып алған энергиям қайтадан жинайын деп тамақ ішіп болғанша 3 болады. Сонымен жуынып шайын ұйықтағанша 4 болады дегенде ғой. Ел қатарлы ұйықтаған емеспін. Нешеде тұрасың? Ел қатарлы тұрмайын. Неше тұрасың дегенде, егер андай самолет, съемка деген кезде бір өзімді қинап 2 сағат, 3 сағат ұйықтап тұрып кететін кездерім болады. Но стандарт менікі 11 мен 12-ның арасы. Бүгін бірақ мен 1-де тұрдым, потому что кеше түні мен кино көрдім таңға дейін. Енді қазіргі коронавирустың арқасында ма неше түрлі кино көріп кеттік қой, үйде жатып алып. Біз негізі ол сұрақты соңына қоятынбыз, бірақ саған бастапқы сұрақ қойын, өйткені қазір өте өзекті. 3 киноға кеңес берші, қандай кино көру керек? Невидимый гость. Невидимый гость деген жесткий, сол ұнайды маған. Сол кино ұнады. Сосын кеше көргенім 6 незаконных па, сондай. Сол американский. Маған көбінесе боевик комедия араласқан кинолар ұнайды негізі. Атыс қырғын, төбелес бағана, сондайлар ұнайды. Сосын Ип Меннің 4-ші частын көрдім. Енді прям вау деп айтпаймын, бірақ жақсы көруге болады. Сериал? Сериал көрмеймін мен. Сериалдан көретін болсам кухня көрем болды. Кухня, отель Элион дегендер бар ғой, российский. Мен соларды көрем. Юмор көп ол жерде. Ішің пыстырмайды. Ана елдер құсап бана нені көреді ғой, бәрі күтетін сезон-мен. Игра престолов. Вообще көрген емеспін. Көрген емеспін ба? 0. Негізі бастап көр. Бірінші серия. Жоқ, бастап көрдім, көрмегеніме қуанам, потому что соңғы несі шайып кетті ғой. Сонда қанша уақыт сендер көрдіңдер да, соның бәрі ысырап болды ғой уақыттарың. Добивкасы онша емес болып қалды. Жақсы, Елдос, қазіргі таңда Инстаграмда отырмын. Неше подписчик? Подписчик 1 250 000 468 деп қосып жүрсең. Ойбай шоуда көрдім, 1 миллионға жетсем екен дедім. 1 миллионға жеткенде не өзгерді? Шынымды айтсам, 1 миллион деген цифр ғана тұрды, особо қанты ештеңке өзгерген жоқ. Өзімнің күнделікті салып отқан дүнием сол дүние. Сторисың да сол. Дым өзгерген жоқ, просто елдер ғой, миллион құтты болсын деді, рахмет болды. Сөйтіп жүрді, 1 200 000 болды, 1 200 000 болды, қазір 1 300 000-ге бүйтіп келедім. Бірақ инстаграмға қинап тастады ғой бәрін. Подписчик жинаудың ең оңай түрі қандай? Подписчик жинаудың оңай түрі шынайылық қой. Менің ойымша сол шынайылық. Мен мысалы менің контентім баяғыда мен тек қана өте тупой видеолар түсіретін ол кезде. Вайн деген нәрсе жоқ етін, вайнер дегендер жоқ етін ол кезде. Түсірген кезде бәрі фото салғанда мен видео салатын. Ол кезде 11 секунд етін. Потом 13 секунд болды, потом 15 секунд болды, потом уже 1 минут болды ғой. Сол кездері мен өте қате нәрселер салатын. Ол нәрін удалить етсін. Ұяласың ба? Ол кездегілерге ма? Кішкене ұялам. Я реально мынаны салдым ба не деп сөйтіп таңғалам ғой мен. Это же вообще ужас деп. Бәленбай публикация удалить еттім мен. Елдос, мен сен қазір карьералық жолыңды бастап айтам, егер қате болса, сен мені өзгерт қараша. Уже қате сенкі. Карьера менде болған емес дейсің. Давай, бастап көр. КВН, тамада, блогер. Блогер емес. Блогер деймін мені?
мен өзімді блогер ретінде санамаймын. Мен вообще ана өздерін блогер деп салатындарын көбісін мойындамаймын. Ренжімесін олар көріп отыр, бірақ блогер деген сөздің өзіндік бір мағынасы бар деп ойлаймын. Ол анау қоғамға қатысты нәрсеге белсенді атсалысып, бір өзекті мәселені қозғап, соған дұрыс варианттар жазбай, просто тупо видеолар түсіріп, или фото салып қойып, лайк бас деп, астына блогермен деп жазу. Это уже кешір, это қате. Менің жеке пікірім. Но бірақ олар, мен мысалға олардың кезінде мен де сөйтіп жүрмін ғой. Мен бірақ блогермін деп вообще жүрген емеспін. Вайнерсың десе де мен ана тойда да айтады. Вайнер бірдеңе дейді ғой, тойда табады. Мен вайнер емеспін, сразу айдым. Жоқ, мен видео түсірем. Мен вайн деген сөз жоқ кезден бастап түсірдім, әлі түсіріп келе жатырмын, бірақ мен өзімді вайнер ретінде әлі қол қойған жоқпын ондайға. Яғни подписывался деген әңгіме ғой. Бірақ бірінші КВН болды, одан кейін тамадалық болды. КВН 5-ші класстан басталған нәрсе. КВН қалай басталды? Күшті басталды. Ол кезде қазақша КВН деп аталатын. 5-ші сыныптан бастап ойнадым, 11-ші сыныпқа дейін. 11-ші сыныпта мен грант ұтып алдым. Бір университеттің атын айтпай қойын, реклама. Бір университеттің грантын ұтып алдым, бірақ оған мен түскен жоқпын, себебі ол университетте актер мамандығы болған жоқ. Сосын мен басқа университетке, Тараз мемлекеттік университетіне, оған реклама жасай беремін. Мен мақтанамын, себебі ол жерде оқығаныма. Тараз мемлекеттік университетінде мен 4 жыл актер режиссер мамандығы бойынша бакалавр, жоғарғы білімі бар, көк диплом алып шыққан азаматпын. Сол жерде біз Нұрболхан бәріміз ойнадық. Дулати жастары болып. Нұрболхан 4-ші курс, Армани 3-ші курс, мен 2-ші курс оқимын. Былайша айтқан кезде сондай ғой, 1-ші курс, 2-ші, 3-ші курс деген кезде. Сөйтіп оқып жүріп, бәріміз бірге Тараз 2000 болдық. Жөндеп айт, не дейсің түсінбейді? Кім баласысың сен? Сейсенбайдың баласымын. Кімнің? Сейсенбайдың баласымын, не? Ол кезде біраз ойнап жүрдік. Сосын уже бәрі оқып бітіріп біткеннен Тараз 2000 жаймен қала бастады ғой. Сосын Есен ағаның айтуы бойынша мен неге кірдім? Тек қана қыздар командасына, мерекелердің жанына. Сол жаққа кірдім, сол жақта өзім пробовать етіп көрейін деп ше. Олар да постоянно қыздарға ойнайды, бірақ бір бала шеттен шығып отырады ғой. Сөйтіп шығып көрдім. Сәтті болды ма? Енді білмеймін. Өзің қалай ойлайсың? Өзің қалай ойлайсың деген кезде, жалпы КВН-де мен Тараз қаласында ғана бір добивка айтып отыратын азамат болған шығармын. Республика көлеміне шыққан кезде мен КВН-де бір тек жырттым, айырдым, бүктедім деп ештеңе айта алмаймын. Бірақ командаларында көбісі білет, таниды, командаларың бірталай жетістікке жетті, Тараз 2000. Иә, Аллаға шүкір, Тараз 2000-ның кубоктар саны 1-ші орында тұр ғой, по идее. Мен Арманидың үйінен көрдім ғой деймін, фотосынан. Кубоктар саны өте көп. Арманидың үйінде бір 80%, қалған 20% балалардың үйінде жүр, мен үйімде бар мысалы кубоктар. Оның барлығы Тараз 2000-ның алған жетістіктері. Енді мен қалада ойнаған кезде Таразда 5 жылма қатарынан чемпион болды ғой біздің команда. Ал республика көлеміне шыққан кезде уже ол жақта мықтылар көп қой енді. Біз мықтымыз, басқалар жаман деп айтпаймын. Бәрі бауыр ғой, бәрі дос. Мықтылар көп, солардың ішінде өзімізге тиесілі орнымызды алып жүрдік болды. КВН-де добивка дейді ғой мысалы, любой бір шутканың бір күлкілі жерін айтатын. Сол добивка айтатындардың ішінде мен в основном болған жоқпын. Бірақ КВН ойнаған өкінбейсің? Жоқ, өкінбеймін. Вы что? КВН әуелі Аллаға шүкір, екінші осы КВН микрофон ұстауды үйреткен КВН ғой негізі. Халықтың алдына шығып сөйлеуді үйреткен КВН, дұрыс тұруды үйреткен КВН. КВН просто Инстаграмды үйреткен жоқ. Содан кейін тупой видеолар түсіріп жүрдім десең. Қазір танымал болу үшін КВН ойнау керек па? Мысалға бұрында иә. Қазір қазір танымал болу негізі бұл бір жаман белгі деп ойлаймын, бұл да білмеймін, лично өзім ойым андай. Қазір бәрі танымал болғысы келеді. Ешкім көрермен болғысы келмейді ма сондай ғой? Бәрі тамада болғысы келеді, бәрі әнші болғысы келеді, бәрі актер болғысы келеді, бәрі киноға, сериалға түскісі келеді. Бір шетінен ол жақсы, бір шетінен білмеймін. Просто егер бұл сала ақсандап қалатын болса, бәрі не істейді сосын? Бірақ қазір мысалға дәл қазіргі сәтте карантинде жатырмыз, бичуем былайша айтқан кезде, үйде жатырмыз ғой, не тойың жоқ, не басқаң жоқ, просто отырсың тупо 4 стенаға қарап, кино көріп, мысалы не етемін, кинолар айтып беріп отырмын еще қазір. Мысалға деймін да. Бәрі сөйтіп отыратын болса не болады сонда? Неше тойың отказ болды? В общем, 17 тойдың 4-і ма 5-і вообще отмена болды. Олар әлі датасын белгілеген жоқпыз деді. Мы еще решаем, вообще жасаймыз да жасамаймыз деді. Қалғандарын бәрі даталарын ауыстырады. Задат қайтарып берді ма? Жоқ, қайтарылмайды ғой. Енді олар күн ауыстырамыз деді ғой. Иә, бірақ күн ауыстырылады. Сол задат тұра берсін, күн ауыстырамыз деді. Да, мақұл болды, хорошо.
бірақ сенде енді екінші доход Instagram болғаннан кейін көп дамадылар. Қазір үйде не істеп жатыр? Бәріміз жатырмыз. Қиын. Енді любой нәрсені адам жеке баспен өспейді ғой. Елмен қатар көру керек бәрін. Мен қазір мысалға анау бәрі ойлайды ғой, ойбай жағдайы деген ұрып тұр деп. Мен ондай емеспін біріншіден. Шүкір деймін, Аллаға шүкір. Бірақ дәл қазіргі сәтте ақша жоқ болып тұр ғой мысалға. Сондай сәттерде студент кезімізде де ақша болған жоқ қой. Мы же выживали тогда тоже. Қазір де солай өтіп кетеді, бұл да өтетін уақыт қой. Он стресс болып, нерв болып, ух деп жатудың қажеті жоқ. Бұл да өтеді. Блогерлардың тақырыбының соңында 3 топ блогерді аташы Қазақстандағы. Блогер кім? Мен Сен үшін кім блогер? Мен үшін блогер жоқ. Мен оқитындардың ішінде блогер жоқ. Вайнерлар бар, блогерлар жоқ. Білмеймін, бірақ олар өздерін блогеріміз дейтін шығар. Маған баяғыдан келатқан орысша или қазақша? Орысша, қазақша бәрібір. Орысша, қазақша вайнерлардан көп қой, мысалы Жека бар, біздің жерлес братчикім, мысалы молодец, красавчик. Кім? Тири Тима бар мысалға. Енді вайнерлардың арасында қазір number one болып тұрған Сека Вайнс. Уважаю, реально уважаю, молодец, красавчик. Еще балаларын тастамайды. Вот ондайлар аз, действительно аз. Одан да үлгі алатын жерлер көп та, кімнен? Секадан ше. Балалармен бірге осы жетістікке жетіп отыр. И ол всегда оны айтады. Ол айтпайды мен деп. Ол айтады біз дейді. Біз балалармен жазамыз, біз балалармен түсіреміз, біз балалармен бүйтеміз, біз балалармен сөйтеміз. Всегда айтады. Мен сондайына ризамын. Сол Сека бірінші орында, потом мысалы Жека бар, Тири Тима бар. Қазақшалардан Картоп ТВ-ның жігіттері, інішектер, молодцы олар. Әлі өздерін істеп келе жатыр. Сосын ННН. Нұрдәулет, иә? Нұрдәулет. Ой, бұл ННН өзінкін дәлелдеп тастады. Даже мен деген звезданың өзі сториспен ондай халық жинай алмайды. Ал ННН просто сториспен. Маки Таразда көрдің бе? Көзің жетті ме сол кезде? Маки Таразда ол жерде енді қалай айтсам, ол жерде бәрі шақырды ғой. Егер ННН ғана шақырып бәріміз үндемей отырғанда, сол кезде айтатын едім, ННН-ге ғана келдік деп ше. Ал ол жерде мен де шақырдым, Ти-Джокерстің жігіттері молодцы, олар да шақырды. Реклама жан-жақтан кетті ол кезде. Өте көп жерден реклама кетті, ННН-нің өзі де шақырды. Күн суық болып келетті да жылып кетті. Сол жылған кезде біз пайдаланып бұрқ немізді қойып тастадық концертті. О, масқара болды ол кезде. Маки франшиза ма, әлде өзіңдікі ма? Тараздағы өзімдікі франшиза. Өзімдікі Таразда. Өзің қожайынсың. Иә, қасында Абай деген жігіт бар, екеуміз бірге. Басқа бөтен ешкім жоқ, бастық жоқ, бастық екеуміз. Мысалға Алматыдағы Маки-Макидің бастығы екі бала. Еркебұлан және Нұрым деген екі жігіт. Ол кезде біз басында таныс болып жүрдік, қазір дос болып араласамыз. Реально мықты жігіттер өздерінкін дәлелдеді. Маки-Макидің шығу тарихын айтып берген кезде мен вообще шок болдым. Сондай қайын шыдап, төзіп, осы дәрежеге жетіп, халықтың қалаулы бренді болып жүр ғой, мысалға суши жағынан. Мен лично өзім мойындаймын Маки-Маки. Мен қанша жерлерінің сушиін жедім. Бар енді тоже мынау мықты дейтін. Мықты, бірақ бағасы қымбат. А Маки-Маки да жақсы и бағасы да жақсы. Қазақстанда бизнес ашу қиын ба? Бизнес ашу қиын ба? Жоқ деп ойлаймын. Үлкен бизнес ашпау керек болды. Көзге қатты көрінбеу керек. Иә, менің ойымша сондай. Қазақстанда біреу өсіп келеді, обязательно бірдеңеге ұрып қалады ғой. Ол всегда сол ғой. Ал неде? Средний, малый бизнес, средний бизнес ол выживать ете алады да, кішкене болса да, тіршілігін жасап, әйтеуір үйтіп-бүйтіп. Елдос, сен жаңа Сека Вайнстың командасы дедің, сен өз командаңмен қарым-қатынасың жақсы ма бұрынғы балалармен? Нұрболханмен, Арманмен. Біздің балалармен? Конечно, роднойлар ғой. Біздің өзіміздің бауырлар ғой. Бір-бір үшін до конца деп жүретін жігіттер. Бәрімен араласамыз, сәлеміз түзу. Бір-біріміздің қайғы болсын, қуаныш болсын, әйтеуір барлығына ортақтасып барады. Өзіміз күнделікті сөйлесеміз енді, чаттарда в основном сөйлесеміз. WhatsApp-та группа бар. WhatsApp-та группа бар, соқты сөйлесеміз күнделікті. Файзла деген бауырымыз бар, сол бастайды бірінші. Қалайсыңдар деп, сонымен кетеді общение. Әркім өзінің жаңалығын айтады. А уже личкаға шығу керек болса, уже звонокпен кетесің. Енді мен Алматыға кетіп қалдым ғой. Алматыда күнделікті менің кездесіп сөйлесіп жүретін Жанболат пен Серік. Осы екеуі, Серік Ибрагимов пен Жанболат өнер қандарында. Коко Джамбо, иә. Қазір барлығын аккаунтмен білетін болдым. Иә, Серік Нижний Правил Ибрагимов, сосын Коко Джамбо.
сол екеуі Алматыға мен келген кезде, Алматыда өтірікшілер көп қой. Арқаңнан қақып тұрады да, қай жерде сені не істеп кеткен байқамай қаласың. Сол Алматыда келген кезде мен аузыма қайып жүрген кезде үлкен көмегін тигізіп, дұрыс жолды көрсетіп, былай дұрыс емес деп ақылын айтып жүрген осы екеуі. Ақшаға лақтырды ма сені? Кім? Екеуі ма? Жоқ, адамдар. Жоқ. Таныстарың. Үлкен сумма, менде қаяқтан үлкен сумма, а? Ау, десе. Сен қазір 40 сұрағын ішінде қандай әңгіме айтсаң да, сен ақшаға қатысты әңгімеде мені ештеңе сұрай алмайсың. Жақсы, онда ақша жайлы емес. Жолнушка Колобка қалай таныстыңдар? Так, Инстаграмда маған дайректе SMS келеді. Тамадалық жөнінде ше, тойға тамада керек еді деп. Сосын мен номер жазып жіберемін, мынандай номерге хабарласыңыз, администратор жауап береді деп. Сонымен жақсы рахмет деді. Ойбай, в основном негізі рахмет деп жазбайтын, ол кезде білмеймін не үшін екенін. Дей салады, а что жауап беру қиын ба? Өзің айта салсай, бір бәле, сондай әңгімелер кетіп қалады кейде не в тему. А ол рахмет деп жазып жіберді. Ойбай, рахмет деген кім деп. Чисто случайно парақшасына кірдім. Көрдім, интерес пайда болды. Содан кейін ол кезде қатты ақша керек болып тұр еще. Сосын жазып жібердім қайтадан. Дәл қазір звондай бер, администраторым ояу деп ше. Дәл қазір звондай бер деп едім. Жоқ, қазір кеш болып кетті, ұят болады. Ертең хабарласамыз деді. Ойбай, мынау не? Түсінбедім, кім бұл деп. Келесі күні сөйлесіп едік, ол кісілер уже үйіндегілер 3-4 тамаданың ішінен бір тамадан таңдап алыпты өздері басқа. Сол тамадан алдық деді. Ол тамада да менің досым. Соны алдық деді. Все, хорошо, сөйлесіп, кім тойы? Мен ойладым, ұзату тойы ма деп. Біліп алғым келіп баратыр ғой. Туысқандарын, в общем, бір сестренкасы, обращиксінің сүндет тойы ма сондай. Сонымен, все деп танысып, араласып, WhatsApp деген нәрсе бар ғой, білесің ба дедім. Я білем деді. Ол жазбайды ол номерін. Білесің ба, сен білем деп қояды. Енді білсең берсен номерің деді. WhatsApp номерін алып, WhatsApp'ына шықтым. Сол жақта сөйлестік, телефонмен сөйлестік. Той жайында, ол кезде мен выезда көп жүрем. И любой жерге машинамен кетіп қалам. Астанаға машинамен кетіп қалам. Алматыға машинамен келе салам. Сөйтіп жүрдім да әрбері. Өзім айдап барам. Өзім той басқарам, еще айдап қайтам ғой. Ол кезде энергия бешеный етін, желание страшный етін ол кезде жұмыс істеуге деген. Сөйтіп жүрдік та, сомен телефонмен сөйлесіп жүрдік. Ровно 1 ай 20 күн таныс болдық. Сосын алып қашып кеттім. Алып қашып кеттім. По согласию. Айттым, ел құсап, жүрек жасап, на колени тұрып, сақина шығарып, өйтіп қуған жоқпын. Үй жағына барып сөйлестік. Айттым, енді реально бұлай жүре алмайды екен, давай үйленейік. Ол үндеген жоқ. Молчание знак согласия деп миыма құя салдым өзім. Сосын айттым, үйленгеннен кейін былай болады. Енді открыт айтасың ғой, ертең нефтем үйленіп алып қырылып кетсең бәле ғой. Соның бәрін анық қанығын шешіп алайық. Достарымен таныстырдым. Мен оның достарынан сұрастырдым, қандай қыз. Районынан сұрадым, бізде қала үлкен емес қой, районындағы балаларынан сұрайсың. Қандай қыз деген сияқты. Мектебі, сокурсниктері. Потом коллективке шықтым. Коллективінен сұрадым, қандай қыз деп. Коллективдің ішінде менің де жақын балаларым бар. Барлығының отзывтары жақсы болды. Содан кейін бардым да айттым, мен Йылдос, мен саған точно айтқан сөзім бар. Мен болашағымыз гүл бола ма, күл бола ма мен білмеймін, но сенімен бірге қосылғым келеді. Алып қашайын. Ол кезде ұзатылам деп жүрген ол. Мен ұзатып алмаймын. 24 октябрь алып қашам, 25-і беташар той жасаймын деді. Сөйтіп давай кеттік. Содан кейін 7 күн ба 6 күн қатарынан той менде пресстеліп тұр әр жерде. Сол тойларыма бар, тік ақшам жинап келдім. 24 күні кешке келдім де алып қашып кеттім. По согласию шықты, кеттік. Небольшой гулянка, потом үй жаққа бардық. 25 күні 200 адамға беташар жасадым. Бізде оңтүстікте беташар бөлек, той бөлек. Тойды потом біз асықпай 4 айдан кейін ба, 5 айдан кейін жасадық қой. Елдос, Жолнушка Колобканың 3 саған ұнайтын жақсы қасиетін аташы. 3 маған ұнайтын қасиеті Жолнушка Колобканың. Есімі Таңшолпан. 3 саған ұнайтын қасиеті кухняда жақсы. Бірінші очередь маған сол кухняда жақсы. Айтқаным істейді. Тыңдайды дегенім ғой. Айтқаным істейді. Сосын не үшіншісі? Үшіншісі маған еркелегенін ұнайды. Болатын бір қылығы болады өзінің тәтті. Оны енді бүйтіп айтып бере алмаймын. Бірақ сол тәтті бір қылығы бар, еркелігіне қатысты. Сол ұнайды болды. Үшеу айтып бергенім. Так айта берсең көп қой. Жастарға
кеңес берші, танысқаннан кейін бірінші свиданияға сен айттың алып қаштым деп. Не істеу керек? Бірінші свиданияға барған кезде ма? Бірінші мысалы біз барған кезде бір-бірімізге особо қарағанда жоқпыз. Мен ең бірінші, мен дата болғанда наглый ұятсыз болсам да, бірақ біздің бірінші встречаға әлі есімде, оны мен еще тойым бар сол күні кешке. Ол кешке жұмыстан шықты, банкте жұмыс істейтін. Жұмыстан шықты, оны алдым да үйіне апарып тастадым. Сол апаратқан жолда бір-бірімізге бір өз екеуміз бүт қарап отырып қойып, 4-5 рет ғана қарадым. Ол почти қарағанда жоқ, отырды былай. Сұрағыма жауап беріп отырды, болды. Ол кезде особо ештеңке біле алмадым, если честно айтсам. Одан кейін алдым да сразу ортаға тықтым біздің балаларға. Ортаға тыққан кезде ортан балалар білесің ғой, енді жейді ғой. Кеше қызың дұрыс еді ғой, анау мынау, бірдеңке, сірдеңке, кешке қыздарға барамыз ба, встречаға бүйтіп. В общем, барынша мені ешак ретінде көрсетеді ғой енді. Мінезі жаман, ортасы жаман сияқты қып ше. Ана қыз ашуланып кететіндей, анаған келе кетіп сөйлеп ше. Тексереді мінезі, шыға ма шықпай ма деп. Шыққан жоқ. Уже птичка кетті, жаймен птичка кетіп жатыр ғой. Сөйтіп танысып алып, потом шешесін қарап қызын ал дейді. Менің енем неде мұғалім мектепте. Ол кісі туралы да сұрастырып білдік. Дұрыс ақпарат алғаннан соң уже сенімді болдым. Все, значит, болады. Давайте алайық. Бардым, айттым, келісті, алдым, болды. Сөйтіп үйлендік. Ол кезде басында вообще Инстаграм деген нәрсе доппайды. Вообще видеоға түспейтін, мама да сол, ол да сол. Екеуі видео десе, кетші, құрш, маманың кетші бар деп айтатын сол ғой. Құрш бар, түсірмеш дейтін мама. Сен соны айтшы, қалай мотивация бердің? Қашаннан бастап видеоға түсе бастады? Жолушка коробка деп айта берейінші, аккаунтымен. Танчо деп атасың. Қашаннан бастап аккаунт сен құрып бердің, оған дейін аккаунт бар ма еді? Жоқ, өзінің аккаунты болды, ол аккаунтты мы удалили. Одан кейін жеке аккаунт ашып бердің. Вообще әлеуметтік желі деген нәрседе отырмайтын басында. Тек WhatsApp'та менімен ғана сөйлесетін, WhatsApp болды, басқа неде отырмайтын. Потом жаймен уже мен семья құрғалы контент жинау керек қой. Сенде кәдімгі басыңда контент план болды, осылай жинаймын. Конечно, стратегия болды деген кезде контент маған бір бағытта жинау керек адамды. Мен орысша түсірем дедім. Орысша түсірем десем, мен лично өзім білмеймін енді, или менің контентім сондай ма? Сәл орысша бірдеңке сөйлеп қалсаң болды ғой, сразу қазақша сөйлесе, та-та-та-та-та деп әңгімелер кетеді. Мен бір қылмыс жасап қойған адам сияқты сезінесің өзіңді. И орысша особо мен қатты бүйтіп вау деп сөйлеспейді екенмін. Содан кейін тек қазақша түсірем деп шештім. Мен қазақша не істеймін? Балалармен далада жүріп түсірем ба, или үйде түсірем ба? И мен өзіме оценка бердім. Мен в основном қайдамын? В основном мен даладам, бірақ далада ешкім жоқ қасымда. Балаларым қасымда бар енді, өзімнің әнші балам бар, диджей балам бар деп, олар да вайнер еще. Сөйтіп маған бір бағыт табу керек болды, давайте семьяны көрейін деп. Случайно просто мамамен түсіріп едім, өтіп кетті сол видео. Сол өтіп кеткеннен кейін ойладым, значит, семейный видео более дұрыс болады осы бағыт деп. Оны көбісі ұнатпайтын. Вообще мен видео түсіріп бастағанда көбісі маған келіп әңгіме айтатын, не істеу үшін қуасың ба, та-та-та, фа-та-та. Қазір бәрі телефон ұстап алып видео түсіреді. Қалай? Звондай ма еще, брат, сторисқа салып берші деп. Бар енді ондай варианттарда. Жоқ, жалпы деген ғой, не істеу үшін фу, бүкен кәң дейді, бірақ артынша сол нәрсені қайталайды. Барлық видеоның сценарийін өзің жазасың ба? Иә. В основном я айтайын бір 90% өзімдікі. И 90% видеоның ішінде 40% ол сценарий емес қой. Ол тупо импровизация. Видеоны қосып қойымда мен түсіріп жіберем үйде. Ол чисто импровизация. Маманың дық ет бірдеңге тығып жіберетіні бар. Үйде өзіміздің бір қойып бірдеңге тығып жіберетініміз бар, сонымен кетіп қалады ғой. Енді бала кезіңде нені армандадың? Нені армандадың? Бала кезімде? Енді армансыз адам, ормансыз құспен тең дей ма? Арман көп қой. Бала кезімдегі арман, мен всегда айтатын, бай болғым келмейді, бірақ жеткілікті өмір сүргім келеді деп. Білмеймін, періштелер аумин деп қойдым осыған. Мен бай болған ұнатпайтын. Білмеймін, или маған кездескен байлардың бәрі жұмот болды ма? Сондай ұнамайды маған. Жағдай мықты, бірақ ешкімге көмектеспейтіндер бар ғой. Ішіп, нефтем, қымбат виски ішеді, бірақ садаға беру деген нәрсе келген кезде адасып қалатындар көп қой. Сонда көріп, содан кейін өзіме сөйтіп миыма құйып алдым ба, бай болғым келмейді мен деп сразу сөйтем ғой. Ол бай болсаң, бай-баймен жарысып жүреді ғой бір-бірімен.
мықты бірдеңке ол үшін ішу керек деген сияқты әңгіме. Білмеймін енді лично сол кезде бала кезімдегі ойым сол еді. Мен жеткілікті өмір сүргім келді. Әйтеуір Аллаға шүкір күнделікті көзімді ашып ұйқыдан тұрып наным бар, ішетін суым бар деген әңгіме ғой. Жеткілікті болып жүргім келеді, болды. Сен ойбай шоуда интервьюда айттың, бай адамдардың барлығы жмот деп жаңада айттың. Өзің қалайсың қайырымдылыққа? Мен ешқайсысын білмеймін не үшін екенін жария қылмайды екенмін, или жария қылам деп бір рет барған кезде жылап қалғам, содан кейін соны салуға да ұяласың, өзің жылап тұрған қалай саласың. Сондай нәрселер болды да, сонымен мен көбінесе жария қылмаймын. Мен садақа жасасам да, жасамасам да оны ешкім білмейді. Мысалға мен қорлар бар ғой, баспанамен, қарекет қоры мысалға, сол жаққа мен ақша салам, бірақ ешкім білмейді оны салатынды. Мысалға бір нелер көресің, стористар, бір баланың еміне бірдеңке керек деп атады, бәріне деп айтпаймын, бірақ үшеуінің біреуіне мен обязательно бағана не салып отырам ақша, бірақ оны да ешкімге айтпаймын. И в основном мен сторисыма мына балаған еміне көмектесейік деп салмайды екен, потому что басында мен салған кезде ол көмектесейік деп салған кісі, оказывается, баласы давно емделіп жазылып қойған, и ол кісі не в тему үй соғып отқан ше. Бірақ әлі салады инстаграмға көмек сұрап. Бірақ үй соғып отыр сол ақшаға. Сондай нәрсені көресің да, содан келе қой айналайын елге дұрыс емес ақпарат беріп қоймайын деп, содан кейін салмайын деп шешкен. Бірақ уверенный өзім кәдімгідей тексерілген досымның бағанақ баласы ауырып қалады, сондайларды мен салам. Өзіңде еще сторисқа шығарып отырасың ба? Иә, соны салып жіберем, бағана сторисқа салып жіберем. Одан бөлек өзің қаржылайды көмектесіп? Иә, қаржылайды көмектесіп отырам. Елдос, қазіргі таңда тойлардың көбісі қай жерлерден келеді заказ? Маған ба? Алматы. Алматы? Мен не үшін көшіп келдім? Алматы ғой. Мысалға сенде бір заказ алып қойдың, бірақ екі есе гонорар төлейміз деп ана заказдан отказ берген күн болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Андай заказдар болды, бірақ ондай. Екі есе төлеймін кеш? Мен төлеймін, бүйтем, сөйтем деп. Біз неге мен ондай заказдарға бармаймын? Потому что менің бір тамада досым бар, оған сондай бір случай болған. Біреу заказ береді, басқа нөмірден хабарласып екі есе төлеймін дегенде соған келседі, оказывается, екеуі бір адам. Қалай? Маска слетела, да? Маска слетела. Сондай, мен всегда той несіне айтам ғой, мен басым екеу емес. Мен алдым ба мойныма, мен барам. Бірақ болды, бара алмай қалған тойлар. Съемка болып ше. Бәрін ақшасын қайтарып бердім, мал болып, ё-моё. Съемкалардан білесің, біздің Қазақстан, это не Голливуд. Голливудтағыдай ақша төлемейді. Ана бір кішігірім бір сериалдарға түскен едім, сериалға. Сол кездегі қатарынан 6 тойды отказ қылдым, 6-ауының ақшасы деген ой бойы сотрашный болды. Қалтадан ұрды ол. Қазір гонорар сол $1000 көлемінде. Иә. Қазіргі курспен. Иә. Жоқ, қазіргі курспен емес. Қазір звондаса теңгемен айтасың, мысалы 400 теңге, 350 мың теңге, 600 теңге. Тек қана сенің жүргізгенің ба, әлде шоу программа толығымен ба? Мен осы әңгімені түсінбеймін. Шоу программа деген не? 4 қыз ба билейтін биші, и потом бір әнші деген. Еще шығаратын қыз бар жанында. Ё-моё, это не шоу программа, ребята, ол дұрыс емес. Мен сол бағытты вообще түсінбеймін. Бір еще кейбіріне шоу дегенді шоу деп айтады. Шоу программасымен алдық қой намадан бірдеңке дейді. Шоу программасына не кіреді десем, 4 қыз бар, биші дейді. И бір әнші баласы бар, и өзі ойын ойнатады. Это не шоу программа. Вообще қате нәрсе ол. Это просто тупо стандартная программа тойға тығатын болды. Сол сенің стандартный программа кіре ма? Менің айтқан сумманың ішіме менің өзім той басқарған кірет болды. Қасымда өзім диджейім бар, музыкант. Дакенти деген братчикім бар ғой. Ол өкіл балам өзімнің. Ол менің өкіл балам. Менен 7 жас кіші. Ол менің балам, мен үйімде тұрады, мысалы, өз үйі олында. Сөйте тұрады, біз тығыз байланыстамыз, жақсы араласамыз. Сөйтіп апасы тұрды да мені өкіл әкесі қылып тағайындады сол балаға. Сонымен мен оның батясымын, ол менің сыночегім ғой. Бірақ өмірде братан брачка деп сөйтіп сөйлесе береміз ғой енді. Менен 1 жас кіші өзім туған інім бар, ол маған сіз деп сөйлейді. Келіншегім маған сіз деп сөйлейді. Мама ғана сен дейді ғой. Соны түзулей алмадым десең. Елдос, бір күнде ең көп неше теңге таптың? Бір күнде? Бір күнде, білмеймін, 1,5 миллион. Может быть, я 1,5 миллион. Жоқ, 1,800,000 сондай. Неше теңге құрттың бір күнде ең көп? Ой, көп. Не? Үйді айтпай қой. Онда 400 теңге.
ең көп қанша жарады? Ну, по-разному, смотря неге. Ақшаны көп неге құртасың? Неге деп ойлайсың? Тамаққа құртамын мен. Былайша айтқан кезде, анау үйді ремонттап бастаған кезде, үйді алып ремонттап бастаған кезде, мы же с нуля ремонттап. Черновой, дым жоқ. Соны ремонттап бастаған кезде достарым бәрі айтатын, ойбай, уайымдап, сен аз тозатын шығарсың деп. Но нет, мен уайымдасам тамақ жеймін. Мен кәдімгідей бүкіл анау бөлмені KFC жеп отырып, несін дизайн істедім ғой. KFC жеп отырып, так, давай нандай істе, нандай істеді, бір айчикам келеді, олармен ақылдасамыз. Бірақ мамаммен келіншегімді араластырған жоқпын. Потому что мен үйдегілерге всегда айтамын, андай ғой, әйел мен күйеуім, например, әйел айтады, давай қызыл диван қояйық, а мен айтамын, давай қара диван қояйық. И сонымен какой-то диван үшін екеуі қырылып қалады. Ал егер әйелін тыңдайтын подкаблучник болса, әйелі қызыл диван алып кел десе, күйеуі барады да магазиннен қызыл диван әкеліп береді. Болмаса күйеуі бір саты жоғары болса, күйеуі айтады, мен қара диван қоямын, дыңқ қояды, полын жуып қой дейді, болды, ұрыс жоқ. А екеуі санасып қалатын болса, какой-то диван үшін қырылып қалады. Мен үйдегілерге сразу айттым, үйді алам, ремонттап бітірем, кіресіздер, көресіздер, болды. Содан ішінде жүрдік маңырап. Но бірақ арасында кірді, мама да келіншегімде көректі не болып отқанды. Мақұл жүріңіздер, кірді, көрді, бөлмелерді бөліп алдық, там, мынау бөлме менікі, мынау бөлме сенікі деген сияқты. Сөйтіп бөлдік, потом олар өздеріне, мен келіншегім айтты, басқа комнатаны не істесеңіз өзіңіз білесіз, но я хочу, кухня дейді ғой, чтобы была большая, ұзын, мынандай не болу керек. Коридор. Нет, кухонный гарнитур. Все, болды, саған сол кухонный гарнитурын істеп берем, кухняң ұзын болады. Болды ма? Болды, все, давай. Қайтан кетті, біз дальше өзіміздің жұмысымыз істедік. Сол кезде мен бір 4 кило қостым ғой, уайымдап жүріп. Қалай? Қазір салмағың неше? 104-те 400 кеше түнде өлшедім. Кеше диета көрдім стористан. 104-те 400, негізі 105-те 300 етін. И мен поспорил бір кісімен, атын айтпай қойын, бір кісімен, $1000 поспорили, 10 килограмм тастаймыз дегенге. Мен 105-те 300 болып тұрдым, 95 болу керекпін, короче, грубо. До 20 апреля. 20 апрельге дейін. Үлгересің? Бірақ енді үлгеретін шығармын. Карантинде видео отырып қалмасаң. Отырып қалса үйде. Мүмкіншілік болса, өзіңнің түріңде, денеңде бірдеңкені өзгертетін бе едің? Мүмкіншілік болса, мүмкіншілік болып тұрғын. Арықтау болды. Мен қатты арықтай алмаймын. Қатты арықтаған маған жараспайды, короче. 89 килограммға дейін тастадым, когда мен 103 болдым. 89-ға дейін бардым, түрім бір түрлі болып қалды. Щегол болып қалдым, короче. Лучше пузатый, с денежками в кармане и колобок болып жүргенім жақсы, чем дрищ болып жүргеннен гөрі. Білмеймін, маған ұнаған жоқ, андай арық болып жүрген. Или мен өмірімде олай жүріп көрмегеннен кейін ба? Колобок деп саған Азамат Төленбаев деген класстасым 6-шы класста колобок деп қойды, лақап атты. Содан бері колобок болып келе жатырмын. Басында жынданатынмын. Құмай деп. Мені Елдос Ела деп айтатын бәрі. Ела деп ше. Одан кейін анау, бұл таза колобок қой деп тықты, класс бұрқ күлді, сонымен кетті ғой колобок болып. Директор колобок дейді, туысқандар колобок дейді, достар, мені ешкім Елдос деп мені в основном енді тойда үлкен кісілер айтып қалады, Елдос баламын деп бағанағыда сөйтіп болмаса, сен бәрі бағана колобок дейма бірдеңке дейді, атың кім сенің деп. Елдос дейсің, Елдос нормально әбедем атың бар ғой деп бағанағы үлкен кісілер айтады, атың сол колобок. Елдос, қаражаттың, доходтың көбісі қазіргі таңда тойдан келе ма, инстаграмдан келе ма саған? Ну, по-разному. Мен, если честно, мен той индустриясынан кеткім келеді. Мен 2009 жылы бастап кеткен бұл нәрсені. Қазір қара 2020. Сонда мен тек ресторанның іші, халық, қалай айтсам екен, бір үлкен бір тамада айтып еді, халық тамаданы қуып шықпау керек той индустриясынан. Тамада өз қойып кету керек дейді да. Уже шаршаған кез болады ғой, андай ішіп алғандардың әңгімесін жақтырмайтын. Содан кейін ғой мен халалға ауысам деген. Биыл халалға ауысып кетсем, сонымен халал тойларда ғана выступать етіп жүрсем, сонымен жаймен өзімді тойды қоямын ғой. Менің ойым тамада болып жүру емес қой. Пока халық хочет, мен барам тойына. Барам, басқарам, ойынды ойнатам. Олар мен не үшін шақырады сол? Күлдіру үшін ғой. Мен күлдіру үшін барам. Мен даже тойдың иесімен кездескен кезде или телефонмен сөйлескен кезде мен айтам, тост аз болсын. Тост көп, это уже мен не үшін жүрмін, лучше местный бір тамада ала салу керек. Ақыры тост көп болады болса, по-любому ойын болмайды ғой.
Мен кейбір тойға барамда алатын ақшама кейде ұялып қалам, ойнатып үлгермей қалғаным үшін. Мен бірақ тойдың иесін айтам. Bir тойға бардым, өте беделді кісі, 19 әнші шақырған ғой. 19 әнші — это все эстрадные звезды. Бүкіл звезданы шақырған, тамада мен. Тек не болдым қандай? Хабарлаушы? Иә. Келесі ортаға шығатын, такой-то әнші, келесі ортаға шығатын, ойбай, сахнаны... КВН-дегі затравщик. Сонда, иә, КВН-дегі затравщик. Әр шутканы хабарлайды ғой, КВН-де. Сол сияқты нефтем, әр әншіні хабарлап, сонымен тойды бітірдік қой. Елдос, Қазақстандағы 3 топ тамада. Әлібек Серғалиев, Николин, как? Айбар. Шоумен. Ол дерзкий. Ол да КВН ойнаған кісі. Иә? Ол да мықты. Үшінші. Білмеймін. Осы екеуін мен реально мойындаймын. Енді өзіміздің не жақтан ғой қатарын. А так былай айта берсек мысалға, Оралдан десе, Оралдан Нурба 07, Ақтөбе десе, Ақтөбеден Жахан Отарғалиев деп айтам. Атырау десе, Нұртілек қазір жарып атқан мысалға. Ақтау, Жаңаөзен десем, Ғалымжан Жолдасбай тамада Ақтауский мысалға. Ол бірақ әнші, походу, и тойды да басқарады. Ол жақсы жүргізеді еще. Жезқазған десе, Қарағанды Жезқазған десе мысалға, Мейірбек деген тамада бар. Одан кейін Айтуған деген мықты тамада бар. Жезқазғаннан Елдос деген мен тезкім бар, ол да мықты тамада. Олар реально тамада бірақ. Былай қарады, реально тамада, кәдімгідей жүрген библиотека, кітапхана. Мен мысалға тамадалықта мен мынандай кітап оқысам, олар мынандай кітап оқыды деген. Айтуған мен Елдос именно осы екеуін айта аламыз сөйтіп. Өте мықты білімді олар. Алматыда енді Алматыда көп қой тамада. Ең бірінші тойың есіңде ма басқарған? Иә, 50 жас той. Қалай болды? 50 жас той басқардым еще анау мектептегі выпускнойда ойнататын ойын бар ғой, анау құлақпен биле, тілмен биле. Соны 50-дегі әйелдерге ойнататқам ше. Ол қалай есінде қалмайды, қалады ғой. Жас тамадаларға 3 кеңес берші. Мә, оқыңдаршы, копировать етпеу, оқу. Енді бірақ қалай айтсам екен, маған жазады, шәкіртің болайын, осылай болайын деп. Мен айттым, зачем маған шәкірт? Мен шәкірт алу үшін мен ұстаз бола алатындай деңгейде болу керекпін. Мен ондай деңгейде емеспін. Зачем маған шәкірт? Мен айтам, сен оқы. Мен үйде мысалы том кітаптарым бар өзім. Тамадалыққа қатысты Қадыр Мырзалидің ағамыз бар. Ол сол кісінің кітаптары бар мысалға. Нақыл сөздер деген кітап бар. Хамид Ердехан деген КВНчик бар. Досымыз, бауырымыз. Ол КВНнің ардагері ғой мысалға. Ол мықты кітап. Аңыз адам. Действительно жүрген кітапхана анау. Энциклопедия, действительно, оның сөздері деген ойбой, өткір ғой. Ондай сөз, қазақша ондай сөз бар екенін мен естіп, мен айтам ғой, мен тамада болып мынандай сөздер естіген жоқпын десем. Конечно, сендер кітап оқымайсыңдар, конечно, сендер құрайшын Инстаграмда 1 минуттық видео көріп отырасың болды дейді. Действительно, оны да айтатын жөні бар. Адам рухани бай болу керек қой, ішкі жан дүниең пустой болмау керек. Ол үшін кітап оқу керек, жан-жақты болу керек. Мен айтпаймын, ойбай, мен айрам, жыртам, бүйтем, сөйтем деп. Мен оқимын кітап, бірақ мен қазір по нужде ғана оқимын. Мысалға, Богатый папа, бедный папа, мен бизнеске қатысты кітаптар оқимын. Ақша деген кітап бар, мысалы, соны оқимын. Сосын кейін триллионер деген кітап бар, соны оқимын. Ол іштей бай болу. Триллионер, это не значит ақшалай бай болу. Жасылжан. Елдос, жатар алдында, ұйықтар алдында қандай философиялық тақырыпты ойланасың? Жатар алдында? Иә. Жатар алдында ойлайтын нәрсе өте көп қой. Жатар алдында мен ойлайтын, мама немере қылу болды. Басқа не ойлайсың? Я бы все отдал. Мен бәрін беріп тастайтын дедім, маған Құдай бала беретін болса ше, мысалға деймін да. Потому что мен бәрін с нуля қайттан істей алам. А баланы с нуля істеу, білмеймін енді. Если ақшаға сатып алатын нәрсе болса, мен давно бір мектеп сатып алатын едім негізі. Деген сияқты әңгіме ғой. Сол ойым бар, арманым болса, мамам болса екен, мамам болса екен, сол кісі деп, сол кісінің қабағына қарауға тырысамыз. Үйде. Мен үйдегілерге де айтамын, бізде Жасылжанды. Мен білмеймін, или мен... Сен водительский рефлекс қосылып отырсың, да? Иә, сразу Жасылжан деп отыратын. Түсінбей атқан шығар, біз келатырмызда, яндай, светофор ғой, Жасылжанғанда жүру керек. Ведущий білмейді соны. Негіз 40 сұрақты сендер, мен көрдім 40 сұрақты ше. Әртүрлі сұрақтар қояды екенсіз. Мен қазір білмеймін, даже мен автоматым та-та-та-та-та-та кетіп жатыр да, ертең көрген кезде, ё-моё, мынаны зря айттым. Мен обязательно сондай болады. Зря мен мынаны айттым. Болмаса, блин, мынандай айта салу керек еді деген сияқты нәрселер де болады. Білмеймін, енді көреміз ғой қалай шығатынын. Там сөгіп жүрмеңіздер дегенім ғой, там, иә. Автоматым кетіп жатыр.
ең бастысы жүректен кетіп жатыр. Иә, что думаю, сол кетеді сразу. Өмірде көп боқтайсың ба? Негізі ма? Иә. Боқтауды қазір қойып жүрмін. Негізі иә. Мен прям көп боқтаймын деп айтпаймын. Өзімнің бір 4-5 сөзім бар, постоянно айтып жүретін. Соны кәдімгідей жөндеу керек еді деп қазір өзім дос балалардың сөзін қайталап жүрмін. Заезжал деп. Әріптерін ауыстырып айтасың, қатты ашуланып тұрсың. Соңғы рет қашан жыладың қатты? Жыладың? Осыдан 3 апта бұрын ба? Сол кезде жыладым ғой. Қатты жыладым. Өте қатты жыладым, өте көп жыладым. Сол кезде біз қажылықта болдық. Қажылықта? И мен өкініп жыладым, мә давно келу керек еді деп. Сол кезде барғанда. Бұл жерде алып тасталсын оным. Айтпай қойшы барғанда. Пусть все думают, что я тупой. Мне так легче жить. Соңғы рет қатты қашан қуандың? Қатты қуандың? Иә. Үй алған кезде қуандым, то что мама ренжіп жүрді ғой. Ну, былай түсіндіріп айтайын. Біз Алматыға келдік, мы живем в аренде. У нас ничего нету. Ни денег нету, ни хаты. Кроме машины ничего нету, короче. Біз тұрамыз осы жерде. Мама айтты, балам, жасым 50-ден асты. Ұят емес па? Үйі жоқ адам болып жүргеніміз не намды? Точно біз аламыз да, может қайтамыз Таразға. Жоқ, мама, уайымдамаңыз. Бізде үй болады. Дайте мне год. 1 жыл беріңіз, мен ыңғайластырам деп. Бірақ 1 жылға жетпей біз уже үйлі жайлы болып алдық, Аллаға шүкір. Сол кезде қуандым, уф дедім, мән, миссия выполнена. Птичка қойып отырасың. Негізі бір армандаған кезде арманыңды неге жазу керек екен? Блокнот. Мен блокнотқа жазам, и соған жеткенше до конца ғой. Жеткенше соған күш саласың, жеткен кезде птичка қойасың, дальше келесіне кетесің ғой. А ауызбен айтсаң, ауызбен айтқан ауызша қалып кетеді ол. Есен шығып кетеді. Арманың ауыса береді, ауызша айтсаң. Мен мысалы заправка ашқым келеді дейсің да, ертең бір магазин ашып алғым келеді дейсің да, бірақ ешқайсысын андай всерьез қабылдамайсың да. А сен конкретно жазсаң, мен магазин ашқым келеді, или там бір бизнеспен айналысқым келеді. И соған сол бағытта сен бірінші кітаптар оқисың, сол бағытта сен видеолар көресің, и сол бағытта уже ақша жинап, қанша керек есептеп, уже жұмысын бастайсың. Мен Маки Таразды ашқан кезде де сөйттік. Бәріне, мен вообще бауырсақтан балмұздақ деп ашайын дегем, мороженое. Бауырсақтан балмұздақ деп Алматыдан ашайын дегем. Ол ашылады, құдай қаласа. Ну, не знаю, пока. Может быть, ашылады, я. Соны ашам деп жүрдім да, и там насмешкалар көп кетті. И чё, зачем тебе мороженое прямо сейчас? Ол еще сезонный біріншіден. Екіншіден оны алу үшін сен бәленбай аппаратын алады екенсің, там много миллиондаған ақшалар тұрады екен анауда. Сондай әңгімелерді айтқаннан кейін бар, ойбай құрсын, онда кое-что другое по-серьезному көрейік дедік. И Маки Алматыда мен балалармен тығыз байланыстамыз постоянно. Елдос, адамдармен танысқанда ең бірінші неге мән бересің? Адамдармен танысқанда амандасуынан басталады ғой. Мен шынымды айтсам, ондай нем жоқ, ондай білмеймін, может, сырт көзге тәкаппар болып көрінетін шығар. Мен бәрімен сәлем түзіп әйтеуір, я. Маған понты ұнамайды. Болды. 5 жылдан кейін өзіңді қалай көресің? 5 жылдан кейін өзімді? Құдай қаласа, Асқар Таудай әке ретінде көрем, болды. Басқа нәрсеге мән бермеймін. Басқа нәрсен бәрі өмірдің алдамшы нәрсесі. Сен хоть 5-этажный особнягың болсын, түбі өлеміз, бәріміз өлеміз ғой, по идее. Оны көбісі білмеймін, түсінбейтін шығар, может. Но бәрімізде конец біреу ғой. Сол қабірге түсесің, болды, сояқта қаласың. Сол үшін бірінші адамгершілікті жоғалтпауға күш салу керек, адам. Мен бағасында баған айтатқанымыз ғой, бай болғым келмейді деген айтатынымыз ғой. Жұмот болып кетем ба деп, мен содан қорқам. Мен ондай болғым келмейді деп ше, жұмот болғым келмейді. Мен хочу жеткілікті, в достатке дейді ғой, жеткілікті өмір сүргім келеді, но бағандай қуып кетпейтін дәрежеде ше, болады кейбіреу мастанып қалатын. Сондай болғым келмейді. Достарың көп па? Шүкір Аллаға, я. Достар дегенде, просто дос деген сөзге қатысты ма, или андай, достойныйларын айтып отырсың десең? Дос деген сөз сен үшін не мағына береді? Дос деген сөз, это достың да сұрауы бар, негізі.
ана ақысы дейді ғой, достың да өзінің ақысы бар, как көршінің ақысы бар деген сияқты, ағайынмен тату болу керек деген сияқты, достың да өзінің ақысы бар. Просто біреу пайда үшін дос болады, ал біреу шынайы жанашыр дос болады. Анау күн ашық кезде досың көп болады да, бұлттанып кеткен кезде дос таппай қаласың ғой. Енді ол сөз өтірік деп ойлаймын. Бар, менде күн бұлттанып, найзағай ұрып, дыр-бір болып, бишават етіп, болотаға түсіп баратсам да, менің қолымнан тартып шығаратын достарым бар. Достойный деген. И андай да достарым бар. Сөз батып бартқан кезде деп шапалап ұрып тұрады. Авациямен шығарып тастайды. Давай, пока деймін. Ондай да, бірақ ол да дос. Қалай, Эстрада желі, музыка, ол не? спорт. Ойбай, ол не? Қандай спорт? Елдос, біз сені тамада, вайнер, видосики түсіретін адам деп Мен білеміз. вайнер еме, я не вайнер, я не блогер. Просто тупо видео түсіремін, не істеймін. Жоқ, видосик түсіретін адам. Видосик, ателдосик. Видосик түсіретін адам деп білеміз, қандай қырыңнан танымаймыз. Қандай қырыңнан танымаймыз? Ой, я не знаю. Қандай қырыңнан танымаймыз? Мен мынандай қырым бар деп айтамайды екен. Сол тамадан... Бос уақытында не істейсің? Бос уақытында не істейсің? Мен в основном Google-дың ішіне кетіп қалам. Мен кино көрем. Киноманик дей ма? Кішкене соған жақындаумын. Баяғыда вообще көп көретін. Бір күнде 2 кино, 3 кино көретін. Ал қазір 3 күнде бір кино, 5 күнде бір кино көрем. Сондай болып кетті. Мен в основном бос уақытым болмайды деп айтуға да болады. Мен мен уақытым бос, ми бос емес. Постоянно бірдеңке ойлап жүресің. Постоянно. Мысалы, осы айдың кредитін жабу керек па, жауып отсаң, уақыт тез өтіп кетіп жатыр ма, бірдеңке, жауып отсаң, дың, уже келесі айдың кредиті келіп тұрады. Демалуға уақыт жоқ. Постоянно менде кредит уақытылы төленіп тұру керек, что просрочка болмау үшін. Постоянно үйде продукты болу керек. Мен бала кезімде андай өскенбіз ғой, біз андай, қалай айтсам екен, үйде бізде қант, варенье, сары май. Кейде қант жоқ, сары май, варенье. Кейде май жоқ, просто варенье. Сөйтіп өстіктен нан жайылып тұрады. Болды. Мамамыз енді өзі өсірді ғой бізді. Сөйтіп өстікте, сол кезде мен айтатын, кейін жұмыс істеп ақша тапсам, дастархан всегда шикарный болады деп ше. Мысалға, мен бай ондай емес, бірақ үйде мен всегда дастархан, мен келіншегіме де, мамаға да сөйтіп айтатын. Алу керек, все, холодильник полный болсын, болды. Мен ақшам берем бап, холодильник полный болсын. Любой адам ашады, өзіне керегін алады, жейді, болды. Сондай болу керек деп сөйтіп жүрем. Мен аппетит, бізде сондай енді бешеный аппетит. Үйдегілердің бәрін аппетит мықты бізде. Елдос, неше пайызға бақыттысың? Неше пайызға бақыттысың? 100%-ға бақыттым. 12 мүшем түгел. Анам дені сау, 12 мүшесі түгел. Ақсандап су сұрап жатқан жоқ. Інім, бауырым аман сау. Келіншегім аман сау. Ешкім, анау, Құдай 102-ден 103-тен сақтасын дейді ғой. Құдай сақтасын, деніміз сау болса болды ең бастысы. Қалған, все, мен андайдан қорқпаймын. Ештеңке жоқ болып кетеді дегеннен ше. Ондайдан қорқпаймын. Главное, 12 мүшем түгел, и осы басым болса, тоже бір миллионер айтқан ғой, миллиардер. Менің қазір бүкіл немді алып қойыңдар, бірақ мен миыма тиіспеңдер дейді. Мен қайттан осыны істей аламын. Сол сияқты әңгіме ғой. Мен білмеймін. Главное, денім сау болса болды. Мен мамамның 100-ге толған тойын көргім келеді. Менің арманым сол. Реально мама 100-ге келген кезде немере, шөпшектерімен топырлап шыққанын сол көргім келеді. Нормально тамада табу керек соған. Елдос, қазір 2 сұрақ қоям, бір жауабы болады, біреуін ғана таңдайсың. Келістік па? Қалай? Сұрақ қоям, 2 жауабы болады. Типа, кто возьмет миллион 50 на 50? Екеуі ғана қалады, біреуін таңдайсың. Екеуін таңдасаң да болады, түсіндірмесең де болады. Дұрыс емес жауап беріп қойсам, машинаны түсіріп кетпейсің ба? Түсіріп кетпеймін. Все, давай. Тараз или Алматы? Түсіп қалайшы десең. Енді тұрып атқан қалам Алматы. Өскен қалам, мені вообще бүйтіп фундаментімді құрып берген, мені бүйтіп Алматыға осы қалпында әкеп тастаған Тараз ғой негізі. Сондықтан да мен бөліп айта алмайды екенмін. Тұрып атқан қалам Алматы, мен дальше өмірімді осы жерде жалғастырамын деп Алматыға келіп отырмын.
енді Алматы ең алғашқы махаббатым дей ма? Ондай емес, мен Тараз ғой. Тараздың халқы. Енді білмеймін, Тараздың алатын орны ерекше мен. Таразды 3 сөзбен сипаттап берші. Тараз ба? 3 сөзбен: тарихи, қонақжай, той көп. Той действительно көп. Алматыда ондай ресторандар жоқ. Вообще по Казахстану мен жүремін ғой тойларда. По Казахстану Тараздағыдай ресторандар жоқ. Тараздың ресторандары ой-бойы айта алмаймын ғой. И Чимкент тоже кәдімгі жыртып тұр негізі. Басқа қалды. Алматыда мен деген ойбай мынау андай бір дөкейдің рестораны. Мен да ты что десем, бұл деген ты че? Бүкіл байлары келіп очередьге жасайды деді. Мен той басқаруға барып тұрмын. Кірдім. Реально говно. Біздің Тараздағы қаланың сыртында тұрған бір ресторан бар, сондай сияқты ресторан ғой. Но соған байлар келіп жасайды екен да Алматыда. Деп таң қалып қаласың. Именно той индустрия жағынан біздің Тараз бен Чимкентке жетпейді басқа қаланың. Дым ренжімесін. Бүкіл қаланың ресторандарын көрдім. Қарағандыда бар, Дельский бір ресторан бар. Адан келеді аты. Қарағандыда? Иә. Астория. Жоқ, Астория емес, ё-моё. Ариста. Вот, Ариста деген. Қарағандыға той жүргізген ғой просто. Ариста деген ресторан бар. Вот сол ресторан маған ұнайды, потому что ол жерде кәдімгі өнерпаздарға арнайы бөлмесі бар, несі бар. Жағдай жасалған, короче, ана Аристан. Астанада мен көрген жоқпын. Мықты ресторан. Реально көрген жоқпын. Астанада вообще рестораны біртүрлі ғой, потолок төмен, кәдімгі бір квартирада бір бөлмеде жүргізіп тұрған сияқты, просто үлкендеу бір квартира сияқты. Сондай болып қалады Астанадағы ресторандар. Алматыда ресторандар көп, даңғырды істеген, бірақ акустикаға жағына қарамаған ғой. Сен ақыр тойда жүрсің ғой, өзіңде түсініп тұрсың ғой, акустикаға қарамаған. Бізде Таразда бірінші акустикаға қарайды. Потому что Тараз кішкентай қала, бір ресторан онша емес бола ма, болды, ол вечно онша емес. Тамада да жамандайды, әнші де жамандайды, халық та жамандайды, и бармайды жасауға тойды. Біздің Тараз сондай. Сол үшін бәрі бірінші акустикаға қарайды, әдемілігіне қарайды, потом уже ана қыздар қауымы, әйелдер қауымы. Түсінікті Алматы мен Таразда, Тараз шешілді. Тараз. Ерке Есмахан ба, Жанар Дугалова ма? Я вообще не сұрақты. Сен өзің білесің, қалай жауап берсең де. Шотаева Таңшолпан. Осылай жауап берейін. Қайрат Нұртас па, Төреәлі ма? Өйтіп бөліп жарған қате емес па? Машина келді? Жоқ, сен өзің білесің. Кімді таңдасаң да жауап бермесең де болады. Не үшін таңдап жатқаныңды? Мен онда таңдамаймын. Жоқ, таңдамаймын деген, екеуін де таңдаймын. Екеуін де жақсы. Екеуін де таңдаймын, бөліп жармаймын. Анау Ерке Есмахан мен кімге келген кезде мен Шотаева Таңшолпан таңдаймын. Жайдарман ба, Кыта КВН ғой жалпы. Жайдарман, конечно. Жайдарман көресің ба қазір? Шынымды айтайын ба? Мен екеуін де көрмейді екенмін қазір. Мен екеуін де қарамайды екенмін. Бывших КВНщиков не бывает, конечно, бірақ екеуін де кәдімде отырып, 1-4, 1-2 деп қарайды ғой елдер, мен қарамайды екен. Жайдарман тарихындағы 3 топ команданы аташы. 3 топ команда? Жайдарман тарихында бірінші ойға түсетіндері дейін ба? Аралас, Назар аудар, Тараз 2000. Осылай айтып қойды, Тараз 2000. Инстаграм ба, Ютуб ба? Лично маған ба? Инстаграм. Инстаграмда күнде неше сағат отырасың? По-разному. Мен 24 сағат онлайн болуға тырысам, типа, сөзбен. А так негізі 1 сағатта 1 кірем. Сағатына мен ешкімнің өмірін қызық емес, маған қарамаймын. Мен чисто қарайтыным в первую очередь қазір данный момент гифтардағы гарантия жасалды ма, жасалмады ма? Поискқа кірем да, в первую очередь нені ашам. Тенгри News дегендер бар ғой. Мен жаңалық қараймын бірінші очередь. Жаңалықтар көріп алдым да, все болды. Басқалар не саватыр, не мен бір 30-дан аса бір адамды оқимын, болды. Басқа ешкімді оқымайды екенмін. Ол өзімшілік емес, андай ойлап қалады ки, типа мен оқымайды анамнау дейді ғой. Жоқ, ол просто уақытты ысырап қылу. Елдер 300 адамнан аса оқитындарға вообще таң қаламын мен. Как они успевают на свою жизнь уақыт табуға деймін да өзіне. Мен 30 адамды оқитын, мен өзім кейде үйдің тірліктеріне уақыт таппай қалам. Дирекке қандай сообщение көп келеді? Дайрекке ма? Дайректе ақша сұрайтындар көп келеді. Білмеймін, или мен натуре ақшасы көп деп ойлаймын, ақша сұрайтындар өте көп келеді. Сол кезде жазғым келеді,
ты мен өзім кредитімнен әлі шыға алмай жатырмын. Кредит кімнің мойнында? Полный менің мойнымда. Бірақ кімнің атында? Мен атында емес, полный мен атында емес. Мен давно черный списокқа кіріп кеткен адаммын. Я солған байланыстырып отырмын, өйткені көрдім сол интервьюді. Бірақ черный списоктан шықтым ғой. Черный списоктан шықтым дегенде қалай? Интервью Каспий көріп одан кейін шығардың ба әлде? Жоқ, өзім барымда төлеп бәрін жауып тастадым. Бірақ кредит сенің атыңда емес, бірақ сенің мойныңда. Қазір сондай. Менің мойнымда, бірақ менің атымда емес. Қанша кредит екенін айтпай ақ қояйын, қанша төлейтінді айтпай ақ қояйын. Ана ақша сұрап жазатындары, ё-май деп шүкір етіп қалар өздеріне. Жоқ, реально мен квартирама төлегенге ақша берші, анаған ақша берші дейді. Мен таңғаламын сондайлар, қалай сонда мен түсінер едім бана, балам ауырып жатыр деп жазса, мен кірем, тексерем, реально сондай ма, сондай емес пе, сондай болса мен жауап берем. Сөйтем да, болмаса репост жасайым, болмаса өзім технично жауап жазбай, просто карточкасына ақша салып жіберем, болды. Салдым деп те айтпаймын оған. Жалғастырайық, Криштиану Роналдо ма, Лионель Месси ма? Месси деген кім ол? Месси деген футболист. Ол сұрақты қоям, бұл неге ол сұрақты бәріне қоям? Футболға қатысы бар, қатысы жоқ, бірақ енді әлем соған өзі бөлінеді дейді. Роналдо, Месси деп. Саған қайсы жақын? Мен Месси кім ол деп сұрағаннан ақ белгілі шығар деп ойлаймын. Криштиану Роналдо. Криштиану Роналдо екеуміз ұқсаймыз, просто менде пресс жоқ. А так ұқсаймыз десек. Жоқ, Криштиану Роналдо мен баяғыдан қараймын. Мен анау елдер командамен қарайды ғой. Реал Мадрид, анау мынау деп. Жоқ, мен Криштиану қайда, мен сол командадан қараймын болды. Криштианоның несіне? Я Криштиану Барселонаға кетіп қалса, значит мен Барселонаға қарап отырамын. Негізі қай команданың фанатысың? Мен Криштиану фанатымын. Чисто ол Ювентуста ма, Ювентусты қараймын. Реалда ма, Реал, Манчестер ма, Манчестер сөйтіп жүремін ғой. Так андай бір командаға болеть етіп, андай бір шарфын алып алып бүйтіп отпаймын вообще. Ило сен қазір жаяу жүрсің, иә? Иә. Соңғы матчтарыңды Латомен ойнаттың. Әділ болды ма? Иә. 100% әділ деп айтып 100% әділ. Еще соңғы матчтан ұтып алған адам бір күн бұрын түнгі 10-да ақша салған ғой. Бір билетке түнгі 10-да ақша салды, 11-де оған билеттің номерін жіберді. Сенің билетің такой-то деп. Келесі күні ойын болып жатыр, ойында соның билет шығып тұр ғой. Тупо повезло она. Бұйырып тұр да енді соған. Ол сағат 10-да жібергенде, сразу 10-да оған билеттің номерін жазып жібергенде, оған басқа билет номер түседі. Ол айтады, маған билетті кешіктіріп жіберді дейді, еще сөйтіп айтып тұр ғой. Мен сағат 10-да салдым ақшаны, бірақ маған 11-ден кейін билет номерін жіберді, кешіктіріп жіберді дейді. Бірақ сол кешіктіріп жіберген билет оған машина беріп тұр. Елдос, жұлдыз ауруымен ауырдың ба? Иә, жұлдыз ауруымен ауырдым. 2009 жылы ма. Жайдарманға КВН-ге бардық, Астанада ойнадық. 4 минут ойнадық, 4 минуттың ішінде мен бір 20 секунд шықтым. 20 секунд еще добивка берген жоқпын, просто пас беретін бір рөл ойнадым. Содан кейін келдім Таразға. Подъездың есігін теуіп ашып кәдімгідей бүкіл дом маған қарап тұрған сияқты сезімде жүрдім ғой, прикинь, до того андай ауырып қалғансың ғой, звездовать етіп. Сол кезде қуып кеттім, жан жақтағылар айтады, сен что-то звездовать етіп кеттің. Жоқ, ондай емес деп. И қазір уже мен звездовать етіп кеткен деп қараған кезде күлем ғой, мен өсіп жүрдім ғой, ё-май деп. Мен қасымдағы өзім бір-екі братчикаларым бар, соларға андай ақыл айтып отырасың ғой, сол кезде өзің ошибкаларынан айтасың ғой, айтатын болсаң да. Мен де осындай болғам, мен де қуып кеткем, звездовать етіп кеткем, сол кезде маған балалар айтқанда сенбейтінмін, ашуланатын. Қазір сен тура солай ашуланып отырсың, бірақ сен ашуланба, реально сен солай істеп тұрсың. Ой, братан, та-та-та-та дейді, бірақ на самом деле сөйтіп қуып отыр да. Елдос, арақ, темекі? Жоқ, екеуі де жоқ. Арақ та жоқ, темекі де жоқ, бірақ болған. Екеуі де? Мен арақ деп айтпаймын, спиртной. Сыра. Сыра болған. Сыра сол бекер болды десең. Өзің қойып кеттің, иә? Иә, потом... Бір ауыздан ішпеймін деп айттың, болды. Негізі көбісі айтады, тастау қиын деп, сондайлар. Ой, мен сондайларға таңғалам, өтірік ол. Ол өте өтірік әңгіме. Тастау қиын, бірдеңке, темекіні особенно тастау қиын дегендерге вообще кәдімгідей дұрыс емес ол ұғым. Қоям дейма, қояды. Қоймайм дейма, қоймайды. Ол екі-ақ вариант қой. Мен қоям дейм, қойдым болды. Енді қоюға үлкен себептер көп болды оған байланысты. Ішетін адамдарды сырттан сау кезіңде қарайсың да,
И потом өзің ойла, енді сені сау адамдар сол ішіп алған түріңді көріп отыр да. Ұяласың ғой, ё-моё. Содан қазір тем более ішетін заман емес. Қазір барынша көтенді қысатын заман. Қазір отбасыңды асырай алатын дәрежеде болатын заман болды. Семьяңды асыра, ешкімнің ала жібін аттама, өз жұмысың істеп болды. Лишний проблема создавать етпе ешкімге. Болды, басқа не керек? Тып-тыныш өмірін сүр. Ну, қазір білмеймін, анау байыса қазақ байысын деген сөз кейде просто пустой сөз сияқты болып қалады маған ше. Потому что сәл бір жағдайын дұрысталып келе жатса, обязательно аяғынан шалатындар топырлайды ғой. Обязательно. Даже Инстаграмның өзінде кейбір адамдар құттықтап жазып жатса, кейбір адамдар мақтаншақ, анау мынау деп жазып, мен соларға ерексем ғой. Иә, мақтаншақпын. И чё? Мен байқадым, я сен комментке міндетті түрде жауап қайтарады екенсің. Жоқ, мен бәріне емес. Бәріне емес, бірақ кейбір қызық комменттерге жауап қайтарасың. Ой, обязательно ғой. Ана тышып сигеңді салмайсың ба дейді. Мен тышқаным сақ болған, көрмейсің ба дейді. Мен салдым тышқанымды, көрсе бара артта тұр ғой анау видеоларда деп. Сөйтіп ерексіп әдейі жазып жіберемін. И мен таңғалатын, мен ең қатты таңғалатын нәрсе мынау ғой. Неге қыздар жазатын комментарийді жігіттер жазатын болып кетті? Мен соған таңғаламын. Реально таңғаламын. Жігіттер сонда майдаланып кетті деп айтатын рас па не деп кейде сөйтіп ойланып жатамын ғой. И мен түсінер едім, анау болады бір қыздар жазатын комментарийлар үйдің ішінде ана бірден кейін көріп қаласың ғой. Ана қыздар айтады ғой, артында перде андай болып қапты, мынандай болып қапты, бірден кейін ана көріп қалдым дейді ғой. Соны жігіттер жазатын кезде вообще шок боласың ғой. Майдаланып кетіпті, ё-моё деп. Негізі ол неге байланысты деп ойлайсың? Ол біздің менталитет сондай ма, әлде неге байланысты сол? Халық ашынып кеткен байқайсың ба? Иә, халық ашынып кеткен, халық ашулы. Өте ашулы халық. Халық ашулы. Оны ашуландырған енді оны біз емес қой. Оны ашуландырып отырған. Мен келіспейтін нәрселер өте көп, бірақ мен қолым қысқа. Мен тілім ұзын, бірақ қолым қысқа. И наверное, сәл болса да миым бар деп ойлаймын. Содан кейін мен ұзын тілімді өзімді қысқартып отырамын. Көп сөйлеме, елдос, өз басыңа бәле тілеп алма, елдос деп сөйтіп отырам. Бар ғой фейковый аккаунттар бағанағыдай төбедегі көкелеріміздің парақшасына кіріп алып жазатын: ты говнюк, ты бірдеңке, ты дерьмо, анау мынау деп ше. Сондайларға таңғаламын мен негізі. Зачем өйтіп жазып? Елдос, сен қазір сәлеммен қалай жұмыс істейсің? Сен тек қана жалдамалы актерсің ба, әлде сол сәлемдесің ба? Жоқ, сәлемде мен ол кісілермен сәлеміміз түзу. Действительно, ол кісілер білмеймін, енді елдер бағанағыдай ойбай сәлем, ананың проектісі, мынаның проектісі деп айтып жатады, бірақ менің өзім достарым жұмыс істейді ғой жерде. Достарың алдамайды ғой. Мен открыто бәрін сұрап аламын. Конкретно не ол натуре сәлем осындай өкіметтің істеп отқан нәрсесі ма или чо деп сұраған кезде бәрі айтады: жоқ дейді, сразу айтады. Қумаш гони әңгіме ол деп. Мен по секрету айт деп те айттым, былай да сындырдым әңгіменің бәрінің әңгімесі бір. Бірақ бағанада әңгімелер тоз шыққан, ойбай анау мынау дегенше. Бірақ сен достардың айтқанына сендің. Иә, олар өтірік айтпайтын адамдар, потому что ол жалғыз мен ғана емес, анау біраз адамдардың пікір бойынша олар өтірік айтпайтын адамдар. И өтірік айтпайтын адамдардан мен барып сұраған кезде олар да маған айтты: жоқ, ондай емес деп. Сен бірақ сәлемде жұмыс істейсің ба, штатты түрде, әлде қалай? Жоқ, не ғой? Жалдамалы. Иә, мынандай бір роль бар, ойнайсың ба? Гонорар төленеді ме оған? Иә. Ақша төленеді? Иә, мен енді жасым 30-ға келіп қалған кезде жүрмейтін жармен, бесплатно. Ақшасын төлейді, барам, төлемейді, бармаймын. И то бағанағыдай әңгіме ғой, бізде ақшасын төлегеннің өзінде де это не голливудские ставки бағанағыдай. Шетелдерский актерларға төлейтін ақша емес. Болашақта бір күшті полнометражный фильмға түскің келе ма? Менің арманым сол, хотя бы бір киноға түсу. Мен түстім ғой бір киноға. Ол кино шығады енді бұйыртса 2020 жылы, если все будет нормально. Бірақ ол жерде мен не главную роль, Второстепенный. Даже не второстепенную, просто эпизодный роль. Тамада. Ең бірінші кино еще, блядь, Тамада ғой. Сол Тамаданың рөлін ойнаймын. Ол да бір үлкен. Қандай жанрда түскің келеді? Комедия ма? Комедия. Только комедия. Комедияда түскім келеді. Боевик тоже можно түсуге. Но не драма. Драма, мелодрама. Мен ондайда өзімді көрмеймін. Мен типажым келмейді оған.
бірақ мен қанша киноға кастингке бардым, бәрін айтатын әңгімесі бір ретін, ты денең келмейді, короче, дейді. Сен толықсың, анау-мынау, мені бәрі сөйтіп қайтаратын. Мен ладно, сочтемся деп қайтасын болды. Содан ғой, мен по-любому әйтеуір бір киноға түсемін деп сөйтіп кететін. Қырсықпын айтпақшыдай, мен мінезім сондай қырсық. Үйдегілер кейде соған жынданады, қырсықсың сен деп. Қазақстанда шоу-бизнес бар ма, Елдос? Білмеймін. Білмеймін ғой, шоу-бизнес бар ма, жоқ па? Ну, говорят, что бар. Ал той-бизнес? Той-бизнес, битон бар ғой. Той-бизнес бар, а шоу-бизнес бар, шүкір, келатыр ғой, дамып келатырмыз ғой. Не все сразу ғой. Москва сразу не строилась деген сияқты ғой, бәрі бірден бола бермейді. Біз анау сырттағы шет мемлекеттерде болып атқан нәрселерге қарап, сояқтағы анау шоу-бизнестің әңгімелеріне қарап, біз бірден өзімізмен салыстырамыз да. Ондай нәрсемен біз өзіміздің шоу-бизнесті өлтіріп алуға болады ғой. Сол үшін біздікі дамып келатыр ма? Надо поддерживать и все. Жақсы ма? Жақсы. Баяғыдан әлдеқайда жақсы ғой қазір. Қазір шоу-бизнес деген сөз бар ғой, реально сол сөзіне лайықты дүниелер көп қой. Просто маған кейбір не ұнамайтын нәрселер бар. Инстаграмда боғауыз айтып, Инстаграмда шешініп, там көтенімен емшегін көрсететін адамдар киноға түсіп кеткен кезде шок болдым ғой. Мен қанша кастингке барып, дайындалып, андай қағазбен, кәдімгідей реально мен ертең осыдан өтем деп өзің айнаға қарап сөйлеп, кәдімгі миыңа құйып аласың да барасың ғой, и өтпей қаласың ғой, ё-моё дейсің да, и потом көресің, мен айтып, блин, оказывается, көтім көрсетіп боқтау керек екен ғой. Жоқ, бәлкім танысың болмаған шығар. Қазақстанда шынымен де көп нәрсені таныс шешеді ғой. Таныс шешеді деп, енді білмеймін, таныссыз да негізі бұл, таныссыз да болады. Просто қазір біздікілер, это касается режиссер, бағана, сценарист дегендер, ақыл айтатын продюсерлер, это соларға касается в первую очередь. Олар кімнің аты шулап тұр, соған жабысады ғой, болды ғой. Касса керек. Достар, видеоның соңында конкурстың шарттары оп-оңай, каналға тіркелу керек, лайк басу керек, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Елдос Колобок. Елдос Колобок Тараздан келген. Ал қазір Тараз шақардан Шымкент шақарға деген өлең өте хит. Сол өлеңді өздеріңше өзгертіп, екі шумақ жақсы жазған адамға Елдостың атынан 10 000 теңге. 10 000 теңге. 10 000 теңге менің атынан берілетін болады. Сонда анау кәдімгі әндетіп айту керек па? Тараз шақардан. Жоқ, жазып кетсін. Комментарийге. Біз ішінен таңдаймыз. Давайте онда активный болыңыздар, картоп жарайық, каналға тіркеліңіздер. 40 сұраққа рахмет, мені шақырған. Мен кәдімгі қашан келем, қашан шақырады. Мені байқаймай өзі бұлар деп мен сөйтіп кейде таңғалатын. Қалай мені байқамайды деп. Байқады, рахмет шақырғаныңа. Енді осы бүгінгі біздің шығарылымды барынша активный болып, комментарий жазып, лайкты басып, трендке шығарып беріңіздер. Сосын астына жазатындары жазыңыздар, конкурсқа қатысыңыздар, мен 10 000 теңгені өзім ұсынатын боламын. Рахмет. Рахмет сіздерге де. Рахмет.